Дүниядағы ең үлкен сфералық имаратлардан бірі Қазақстанда құрылғанын білесіз бе? Танысың, бұл Астана қаласындағы Экспо центр. Ол 2017 жылы құрылған. Бұл апуай имарат емес, оның биіктігі 100 метр, ал диаметрі болса 80 метр. Ең қызығы, оны дүнияға белгілі Бурдж Халифаны құрған архитекторлар жобаластырған. Имараттың сырты құяш панеллері менен қапланған, ал төбесінде самал турбиналары бар. Яғни ол өзін-өзі энергия менен тәминлейді. Ал ішіне кірсеңіз, бұл хақиқи келешек энергиясы музейі. Бүткіл 8 қабат космос, құяш, самал энергиясына арналған интерактив көргезбелерге толы. Бұл жерде сіз энергияның қалай пайда болуын өз қолыңыз бенен сынап көре аласыз. Қазірде Нұр әлем тек музей емес. Бұл жерде ірі көргезбелер, ilmi технологиялық илажлар һәм ярмаркалар өткерілетұғын орай. Ал сіз бұл жерге барғансыз ба? Егер барған болсаңыз, сізге қайсы қабаты ұнады? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.